Сәлем достар, маған тіркеліп, қоңыраушаны басып, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Парақшам қыз-келіншектерге пайдалы. Бүгін тюльпан самсасын жасайтын боламыз. 450 грамм ұнымызға жарты чай қасық тұзымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. 200 граммдай сливочный майымызды қосып, осылай біріктіріп аламыз. 3 ас қасық қаймағымызға, 1 чай қасық содыға, 1 қасық уксусымызды қосып, 1 жұмыртқамыз сарысын барлығын түгелдей араластырып аламыз да, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз тұнғанша 15-20 минутке қалдырамыз. 250-300 граммдай фаршымызға 1 бас осындай пиязымызды теркіден өткізіп алып, араластыратын боламыз. Жарты чай қасық тұзымыз саламыз. Себелеп бұрышымызды, аздап сұйық майымызды құямыз да, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған қамырымызды 30 граммнан бірнеше бөлікке бөліп алып, дөңгелектеп, жайлап жайып шығатын боламыз. Жайып алғаннан кейін бір шетін кесемізді әдемілеп 1-1 чай қасықтан фаршымыздан салып, осылай тюльпан тәріздес етіп орап аламыз да, астын біріктіріп, әдемілеп барлығын жасап аламыз. Барлығын әдемілеп жасап алғаннан кейін ыдысымызға осылай орналастырып аламыз да, жұмыртқамыздың сарысына су араластырып, бетіне жап шығамыз. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте керемет, дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.